Сәлеметсіз ме, құрметті оқушылар? Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектептің пән мұғалімі Жақсыбаева Айжан Бекенайқызы, пән математика. Оқушылар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңіл-күйлеріңіз жақсы болса, сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамастан бұрын, оқушылар, алдыңғы білімді қайталау мақсатында арнайы сұрақтарым бар. Ендеше оқушылар, алдыңызда ұсынылған ұяшықтарды, осы ұяшықтардың ішінен кез келген санды таңдап, сұраққа жауап берейік. Оқушылар, қай ұяшықты таңдаймыз? Жақсы, бірінші ұяшықты таңдайық. Бірінші ұяшықта санның бөлігін табу дегеніміз не? Не еді, оқушылар? Дұрыс айтасыңдар. Санның бөлігін табу үшін санды сол бөлікке көбейту керек. Өте дұрыс. Енді келесі. Қай ұяшықты таңдаймыз, оқушылар? Үшінші ұяшық па? Жақсы, үшінші ұяшықты таңдайық. Үшінші ұяшықта бөлігі бойынша санды табу дегеніміз не еді? Қалай ойлайсыздар, оқушылар? Дұрыс айтасыңдар. Санды оның берілген бөлігі бойынша табу үшін санның бөлігін оның бөлшегіне бөлу керек. Ұяшық. Енді тағы бір ұяшықты таңдап кетейік. Алтыншы ұяшық па? Жақсы, алтыншы ұяшықты таңдайық. Алтыншы ұяшықта Балқаш көлінің ұзындығы 700 км. Зайсан көлінің ұзындығы оның 7-тен 1-не тең. Зайсан көлінің ұзындығы қандай? Оқушылар, қалай шығарамыз? Дұрыс айтасың, санның бөлігі табу арқылы есепті шығарады екенбіз. Енді 700-ді көбейтеміз, 7-тен 1-ге тең 100 км. Зайсан көлінің ұзындығы сонда бізде 100 км екен. Енді оқушылар, сұрақтарыма өте жақсы жауап бердіңіздер. Ендеше сабағымызды бастайық. Сабағымызда біздің бүгінгі тақырыбымыз бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. Оқу мақсаты жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтінді есептер шығару. Мысалы, бірлесіп жұмыс жасауға қатысты есептер және тағы басқа. Сабақ мақсаты мәтінді есептер шығару дағдысын қалыптастыру. Мысалы, бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер шығару. Оқушылар, бірлесіп орындалатын есептерге бүгін бейнематериалда мән беріп көрейік. Бірінші жұмысшы үйдің қабырғасын 3 күнде, ал екінші жұмысшы 6 күнде көтерді. Екі жұмысшы бірлесіп үйдің қабырғасын неше күнде көтереді? Есептің шешуін қарастырайық. Егер жалпы жұмыс көлемі нақты айтылмаса, онда жалпы жұмыс көлемін бірге тең деп қабылдаймыз. Жұмысшылардың әрқайсысы бір күнде жалпы жұмыстың қанша бөлігін орындағанын, яғни әрбір жұмысшының жұмыс өнімділігін анықтаймыз. Жұмысшылардың жұмыс өнімділіктерін қосқанда, олардың бірлесіп бір күнде орындайтын жалпы жұмыстың бөлігін аламыз. Жалпы жұмыс көлемін бірлесіп жасағандағы жұмыс өнімділігіне бөлсек, онда екі жұмысшының үйдің қабырғасын неше күнде көтеретінін табамыз. Сонымен, екі жұмысшы бірлесіп үйдің қабырғасын 2 күнде көтереді. Жақсы, бейнематериалымызды көрдік. Жаңа бейнематериалда айтып кеткендей, бірлесіп орындалатын жұмыс, күнделікті тұрмыста екі немесе бірнеше жұмысшы бірлесіп бір тапсырманы орындайтын жағдайлар кездеседі. Күнделікті өмірде ұстаз бен шәкірт бір жұмысты жасайды, екі бөлімше бірігіп үй салады, екі қырықшы қой қырқады. Оқушылар, естеріңізде сақтаңыздар, кез келген орындалған жұмысты бір бүтіндеп қарастырамыз. Осындай есепті шығару барысында біз үш өлшем бірлігін қолданамыз. А. Орындалатын жұмыстың көлемі, ол бірге тең болады, оқушылар, ұмытпаймыз. П. Жұмыстың өнімділігі, Т. Жұмыстың орындау уақыты. Үш өлшем бірлігін қолданып отырып, біз осы үш формуланы ұмытпау керек. Қазір есепті шығарғанда қолданамыз. Орындалатын жұмыстың көлемін табу үшін жұмыстың өнімділігін уақытқа көбейтеміз. Жұмыстың өнімділігін табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Уақыт табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Осы формуланы пайдаланып есептер шығарайық. Бірінші есепті қарастырсақ, белгілі жұмысшы бір ұста 12 күнде, сол жұмысты екінші ұста 6 күнде бітіреді.
екі ұстап бірігіп сол жұмысты неше күнде бітіреді. Ескептір бойынша мәтін бойынша есептің шартын құрады, бірлесе орындалатын жұмыс ережесін қолданады, шешімін табады, жауабын жазады. Бізде осы есепте бізде не бар? Уақытпен жұмыстың уақытпен жұмыс бар, бізде белгілі болып тұрып. Енді бізде бірінші ұстаның өнімділігін тауып аламыз. Бірінші ұстаның өнімділігі бізге 12-ден 1-ге тең. Екінші ұстаның өнімділігі бізге 6-тан 1 бөлігі. Енді екеуінің бірігіп жасалған өнімділігін табу үшін екеуін бізге қосамыз. 12-ден 1-ді қосамыз, 6-тан 1 тең болады 4-тен 1. Енді бірігіп жасалған уақытта табу үшін біз 1-ді бөлеміз 4-тен 1-ге тең 4 болады екен. Біз жұмысты өнімділікке бөлдік, тең 4. Жауабы бізде 4 күнде екен. Оқушылар енді топтық жұмыс жасайық. Енді соткамызды аламыз, ұялы телефонымызды ұмытпаймыз. Ұялы телефондарымызды алып, әр топ өз QR кодтарына камера арқылы ашамыз. Оқушылар ашыңыздар, достырым. Әр топта өзінің тапсырмалары бар. Осы тапсырмаларымызды орындаймыз. Бірінші топтың тапсырмасы: бірінші жұмысшы жұмысты 6 күнде бітіреді, ал екінші жұмысшы сол жұмысты 3 күнде бітіре алады. Екеуі бірлесіп осы жұмысты неше күнде бітіреді. Екінші топтың тапсырмасы: қыштан сат істеуші шебер 48 құмыра жасады, ал оның шәкірті 24 құмыра жасады. Егер шебер мен шәкірті бірлесіп жұмыс жасаса, қанша құмыра жасап бітіреді? Үшінші топтың тапсырмасы: Айдар және Қанат қысқа ағаш дайындап қоюға келісті. Егер Айдар ағашты өзі жалғыз шабатын болса, оған 48 күн, ал Қанатқа бұл жұмысқа 16 күн керек болады. Екеуі бірігіп жұмысты неше күнде бітіреді? Оқушылар әр топ өзіміз тапсырмаларымызды орындаймыз. Сосын жауаппен бірге тексереміз. Достырым. Дұрыс. Бірінші топтың тапсырмасын тексеріп жүрейік. Бірінші тапсырманың тапсырмасы 2 күнде бітіреді. Дұрыс айтасыздар. Бірінші топтікі, екінші топтікі 16 құмыра жасап бітіреді. Үшінші топтікі 12 құмыра жасап бітіреді. Оқушылар өзімізді дискриптор арқылы бағалауды ұмытпаймыз. Енді жұптық жұмыс жасайық. Осы суретке қарап, біз оқушылар өзіміз дискриптор бойынша есептің шартын құраймыз. Есептің шешімін табамыз, жауабын жазамыз. Ойланамыз, оқушылар қалай шығару керек екен есептің шартын жазып. Бізде бір қойды арыстан 2 күнде, қасқыр 3 күнде, ит 6 күнде жейді екен. Барлығы бірігіп үшеуі неше күнде жейді белгісіз екен. Біз әрқайсының несін табамыз? Өнімділігін тауып аламыз. 2-ден 1 қосам, 2-ден 1 арыстандікі, 3-ден 1 қасқырдікі, 6-дан 1 иттікі. Олардың барлығын тауып, барлық өнімділігін тауып үшін біз қосамыз. 2-ден 1-ді қосамыз, 3-ден 1 қосамыз, 6-дан 1-ден 1-ге. 1-ді 1-ге бөлеміз, 1 күн болады екен. Жауап бізде сонда: егер бір қойды арыстан, қасқыр және ит бірлесіп жесе, 1 күнде жейді екен. Енді оқушылар біз деңгейлік тапсырмамызды орындайық. Деңгейлік тапсырмамызды дискриптор бойынша бағалауды ұмытпаңыздар. Мәтін бойынша есептің шартын құрады, бірлесе орындалған жұмыстың ережесін қолданады, шешімін табады, мәтінге байланысты теңдеуді құрайды, теңдеуді шешеді, жауабын жазады. Бірінші А деңгей тапсырма бойынша цистернаны бензинмен бірінші насос 24 минутта толтырса, екінші насос 40 минутта толтырады. Екі насос қатар аққан бензинмен цистерна қанша уақытта толтырады? Оқушылар, осы есептерді сіздер қалай шығарасыздар? Дұрыс айтасыздар. Алдыңғы тақырыптарға
алдыңғы есептерге ұқсас. Бізде мына жерде уақытпен жұмыс белгілі. Осыны біз әрқайсының өнімін табамыз. Дұрыс айттыңыздар. Бірінші насостың өнімділігі 24-тен 1 бөлігі. Екінші насостың өнімділігі 40-тан 1 бөлігі. Екеуін бірлесіп қосамыз. 24-тен 1 қосу 40-тан 1 тең 15-тен 1. Бір минутта екі насос қатар аққанда бізде 15-тен 1 бөлігін толтырады екен. Енді біз уақыт табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Бірді бөлеміз 15-тен 1-ге тең 15 минут. Екі насостан қатар аққан бензинмен цистерна 15 минутта толтырады. Воденге тапсырмасын орында екен оқушылар. Хауыздағы су бір құбырдан 7 сағатта толады, ал екінші құбырдан хауыз 8 сағатта босайды. Екі құбыр ашық болса, бассейн неше сағатта толады? Бұл есепті оқушылар қалай шығарамыз? Біз бірінші тұрбаның өнімділігін тауып аламыз. 7-тен 1 бөлік болады. Екінші тұрбаның өнімділігін табамыз. 8-тен 1 бөлігі. Екеуін бір-бірін істейміз. Дұрыс айтасыздар, азайтамыз. 7-тен 1-ті азайтамыз. 8-тен 1 тең 56-тан 1. Енді біз уақытысын табайық. Уақыты бізде неше бет болды? Табу үшін 1-ді бөлеміз 56-тан 1 тең 56 бөлік. Жұмыстың екі құбыр ашық болса, бассейнді 56 сағатта толады екен. Енді сізден тапсырмасын орындайық. 4-ші есепте коттедж құрылысшылардың бірінші және екінші бригадасы 12 айда, екінші және үшінші бригадасы 10 айда, ал бірінші және үшінші бригадасы 15 айда салады. Құрылысшылар 3 бригадасы бірлесе жұмыс істеп коттеджді неше айда салады екен. Бұл есепті оқушылар қалай шығарасыздар? Дұрыс айтасыздар, бірінші белгілеп аламыз. Біріншісі А, екіншісі В, үшіншісі С. Осыны не арқылы шығарамыз? Дұрыс айтасыздар, сендеу арқылы шығарамыз. Бірінші мен екіншіні қосамыз, 12-тен 1 бөлігі болады. Екінші мен үшінің қосындысы 10-нан 1 бөлігі. Бірінші мен үшіншіні қосамыз, 15-тен 1. Осының барлық өнімділігін табу үшін біз барлығын қосамыз. Тең бізде 4-тен 1. 4-тен 1-ді бөлеміз 2-ге тең 8-тен 1. 1-ді бөлеміз 8-тен 1. Бізде барлық уақыт 8 айда. Құрылысшылар 3 бригадасы бірлесе жұмыс істеп, коттеджді 8 айда салады екен. Осы тақырып бойынша бекіту тапсырмасын орындайық. Ол үшін сілтемені басамыз. Сілтемені басқаннан кейін бізге орталық программасы кіреді, шығады. Осы сәйкестендіруді орындаймыз. Біріншісі, өнімділікті салыстыру бола ма? Бұл салыстыру нені көрсетеді? Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде нені көрсетеді? Өнімділік неғұрлым көп болса, соғұрлым жұмыс көп жасалынады. Өнімділікті қалай табамыз оқушылар? Жақсы. Жұмысты уақытқа бөлеміз. Жұмыстың өнімділігін дегеніміз не? Жұмыстың өнімділігі дегеніміз не еді? Оқушылар, не еді? Жақсы, дұрыс айтасыздар. Уақыттың бірлік өлшемінде орындалған жұмыстың бөлігі. Келесі, уақытты қалай есептейміз? Жұмысты өнімділікке бөлеміз. Дұрыс айтасыздар. Бірлесіп жұмыс істеу есептерінде қандай өлшемдіктер қолданылады? Жұмыс, өнімділік және уақытты қолданады екенбіз. Дұрыс жауап бергенімізді тексерейік. Бәрі дұрыс екен. Біз ойынымыз бітті. Осы жерде біз өзіміздің таблица редакторға кіріп, атымызды жаза аламыз. Біз оқушы жерде оқушыларды көре аламыз, кім қанша дұрыс жауап бере алғанын. Енді оқушылар бізде рефлексия, бізде оқушыларды осы программаны басып, бізде осы программа кіреміз. Кіріп,
бізді мына жерде сабақта бәрі түсінікті ма түсінбедік па белгілей алып біз баланың қаншалықты түсінгенін көреміз. Бәрі түсінікті, сұрақтарым бар, түсінбедім, бәрі түсінікті деп жібереміз. Мысалы, осы жерден сіздің көре аламыз бала қаншалықты түсінгенін. Енді білімдерді бағалау үшін оқушылар өздерін жаңа дискриптор бойынша бағалаймыз. Бірінші, жарайсыздар, 17 мен 19 балдың арасында. Әлі де іздену керек, 13 пен 16 ұпайдың арасы. Біліміңді толтыр, 8 пен 12 ұпайдың арасы. Көп іздену керек, 4 пен 7 ұпайдың аралығы. Үй тапсырмасына сіздерге шығармашылық жұмыс, бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер шығару, құрастыру және шығару. Сіздер бірлесіп орындалатын жұмыстарға көп есептерді өмірге байланысты есептер бағана айтып кеттік. Көп есептер бар. Соны байланысты өздеріңіз ойды құрап келіңіздер, соны шығарып келеміз. Назарларыңызға көп рахмет.